Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерменен персиковый пирог жасаймыз. Дайындалуы өте оңай. Бір жұмыртқаны алып жарасыздар. Оған бір шыны, яғни бір кесе қант қосасыздар. Содан соң жақсылап араластырасыздар. Миксердің де қажеті жоқ. Венчикпенен араластыра беруге болады. Бізде барлық заттар осылай кесе, яғни шынымен пияламен өлшенеді. Бір кесе қантты салды. Қазір араластырамыз жақсылап. Қант менен жұмыртқа бір-біріне қосылғанша араластырасыздар. Содан соң үстіне бір кесе сүтті құясыздар. Мінекей жақсылап араластырдық. Енді үстіне қазір сүтті қосамыз. Сүтті қосқаннан кейін оны да жақсылап араластырып аласыздар. Қазір міне сүтті құйдым. Араластырасыздар. Және үстіне бір кесе майды құясыздар. Сүтпен қант араласқаннан кейін міндетті түрде еріп кету немесе миксермен көпіршіту ондай қажет емес. Міне кішкене араластырдық. Енді үстіне бір кесе майды қазір құямыз. Алдын ала 2 кесе ұнды мен өлшеп ыдысқа салып қойдым. Барлық заттар бір шынымен есептеледі. Тек қана ұнды 2 кесе алып саласыздар. Міне майды құйдым. Қазір жақсылап араластырамын. Содан соң үстіне ұнды қосып, сұйық жаңа қамырымызға ұнды қосқаннан кейін кішкене қойылынатын болады. Ұнға алдын ала бір шай қасық разрыхлитель қосып қоясыздар. Разрыхлитель болмаса сода қосуларыңызға да болады. Мінекей ұнымызбен араластырып жатырмыз. Қамырдың консистенциясы кішкене сұйықтау болады. Көріп тұрсыздар. Қатты қою да болмайды, кішкене сұйықтау болады. Құятындай. Жақсылап ұнды араластырдық. Енді алдын ала пешті қыздырып қоясыздар. Әркімнің пешінің қызуына байланысты. Мен 200 градусқа шамамен 30-40 минуттай пісіремін. Алдын ала форманы майлап қоясыздар да. Формаларыңызға осы дайын қамырды құясыздар. Қамырды құйып болған соң бетін бір персикпенен әсемдейсіздер. Персикті алдын ала мен аршып турап қойдым. Қазір қамырды құйып болған соң бетіне персикті салатын боламын. Қамырды құйдым, персиктерді салып жатырмын. Егер сіз персик көп болған қаласаңыз, көбірек сала беріңізге болады. Мен бір тал ғана персик салдым. Осылай салып болғаннан кейін пешке саласыздар. Пирогтың піскен шпажкамен немесе бір таяқшамен тексеріп көресіздер. Оған жабыспаса, қамырға салған кезде пісіп тұрса, құрғақ болып шықса таяқшаңыз, онда демек пирог дайын деген сөз. Мінекей, біздің пирогымыз дайын болды. Беті қызарып пісті осылай. Үстіне егерде қаласаңыздар, сахарный пудра сеуіп әсемдеулеріңізге болады. Мен бірақ өте қатты тәтті болған қаламағандықтан осылай персикпенен қалдырдым. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рецепт ұнаса лайк басыңыздар.